Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен біз гойру төмен лагманы жасайтын боламыз. Жарена лагман. Суымызға тұзымызды араластырып, қамырымызға, ұнымызға салып, қамыр елетін боламыз. Қамырымызды елеп кішкене уақытқа қоямыз. Ал ол кезде майымызды қыздырып, оған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Ал ол қуырылып жатқан кезде біз қамырымызды алып, 6 бөлікке бөлеміз, және де оны әрқайсысын осылай ұзартып жайып шығамыз, созып қолмен созып ыдысқа саламыз. Осылай барлығын салып, жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Ал одан кейін біз қызып тұрған майымызға капустамызды саламыз. Менде пекинский капуста. Ал оның үстіне болгарский перецімізді салып, жақсылап қуырамыз. Және де қуырып, қазір бұны алып қоямыз. Осылай алып аласыздар, кішкене қуырып. Ал оның қазір майына, қызып тұрған майына біз кішкене томатымызды салып, пиязымызды қуырамыз. Ал одан кейін етімізді алып, салып қуырамыз үстіне. Жақсылап қуырып аласыздар. Одан кейін үстіне капустамызды, болгарскийімізді салып, бірге қуыратын боламыз. Араластырып. Енді мен қара бұрыш салдым, және де қызыл бұрыш, және тұз. Одан кейін 1,5 қасық қант салдым. Араластырамыз. Осылай қуырып аламыз жақсылап. Енді соевый соус қойдым. 1 қасық, және де чеснок араластырамыз. Ал ол қуырылып жатқан кезде біз қамырымызды алып, осылай созып шығатын боламыз барлығын, жіңішке етіп. Міне осындай болып шықты. Және де оны кесеміз. Осылай ұзындап кесіп аласыздар. Ал бұл уақытта біздің капустамыз, етіміз қуырылып жатады. Енді оны ыстық суға пісіріп аламыз. Барлығын салып пісіресіздер, және де оны суық суға сүзіп аламыз. Болғаннан соң біз үстіне саламыз, және де жақсылап араластырамыз. Араластырып болдым. Енді үстіне қара бұрыш кішкене салып жібереміз, және де соевый соусты кішкене құйып, тағы да араластырып қуырып аламыз. Араластырып болғасын, үстіне көк пиязымызды және де селдері жапырағын саламыз, және араластырамыз. Ал одан кейін біз бұрышымызды кесіп саламыз. 5 минуттай қуырып береміз. Міне осындай өте әдемі болып шықты. Ас болсын. Жасап жатсаңыздар, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.